Желіде жақсы жаңалық, зейнетақы алатындар көрсін. Бұл видеомыз астына бір емес, ондаған лайк бассаңыз тұрарлық. Көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы көбейді. Биыл көпбалалы отбасыларға берілетін жәрдемақы көбейді. 2024-2026 жылдарға арналған республикалық бюджет туралы заңға сәйкес 3692 теңге болып белгіленген. Алғашқы 3 баласын туғандарға 38 мың, яғни 1400-296 теңге жәрдемақы тағайындалды. 4-ші және одан көп бала туғандарға бір реттік жәрдемақы төленеді. Сонымен қатар, егер егіз немесе үшінші болса, жәрдемақы баланың әрқайсысына жеке тағайындалады. Бұл бір реттік жәрдемақы мөлшері көпбалалы отбасыларға ай сайынғы жәрдемақыда көбейген. Әлеуметтік кодекстің 91 бабына сәйкес оның мөлшері мынандай: 4 балаға шамамен 59.183 теңге, ал 5 балаға 74 мың. Егер отбасында 8 немесе одан көп бала болса, әрқайсысына 4 айлық есептік көрсеткіш көлемінде төленеді. Видеомыз кеңінен таралу үшін видеомызға лайк басып кетуді ұмытпаңыз. Зейнетақы көлемі және айлық көлемі асуын қаласаңыз, видеомыз астында өз лайктарыңызды аямаңыздар.